республикалық бәйгенің бас жүлдесін жеңіп алған айтыскер ақын Арман Бердалин. Babamның ізі қалған жер аман ба? Сыр тұнған сұлу 80 көл аман ба? Кешегі сал серілер мекендеген құлагер дүбірлеткен жер аман ба? Басын қосып хана бұлай, хан мен төрі жайлаған төр аман ба? 300-дің басын қосқан Абылайдың 300 жасын тойлаған ел аман ба? Ұлтыма жасап бір кез әбелестік, сан ғасыр өткен еді ау құбылысқып. Ел үшін шахид болған хан Абылай, ұрпағы біздер үшін бүгін ыстық. Абылай жылап жүріп құдық қасса, біз соның күліп жүріп суын іштік. Елім деп өтіп еді ел үшін көп, айтарым оны ердің ерісің деп. Қазақтың басын қосып хан Абылай, бірлікке кетіп еді тегіс үндеп. Абылай жылап жүріп ағаш ексе, біз соның күліп жүрміз жемісін жемай. Ағайын бұл кез емес жай табатын, әлемге тараған мен байтақ атын. Бірлік пен берекесі кеткен елдің, көпке шықпай шаңырағы шайқалатын. Қазаққа бір Абылай керек боп тұр, айқайлап ақиқаттау айталатын. Шенеуніктер шетелге сатып кеткен, жерің мен жетіміңді қайтаратын. Көкшетау ән мен жырдың астанасы, Абылай орда тіккен бас қаласы. Қадырын Көкшетаудың білет болған, қазақтың кәрі шал мен жас баласы. Алла деп ханның тойын бастап бермек, қазақтың арда туған хас баласы. Елдікпенен ерлікті жырлап жүрген, Көкшетаудың иран сал тас қарасы. Бұлағам
алғыс алған хан қарадан. Жетпісте жер тепсініп ән шырқаса, базары жастық шақтың тарқамаған. Иран ағам өнердің нар емес пе, аманатын салдардың арқалаған ба, арқалап бабалардың мол мұрасын, бір әнінен болды басым. Аханның ертеп мініп құлагерін, бір жаңның ұстап жүрген домбырасына,